Бүгінгі тақырып артикльдер. Қай кезде қолданамыз, не үшін қолданамыз? Артикльдер екі топқа бөлінеді. Біріншісі белгісіз артикльдер, екіншісі белгілі. Белгісіз олар және н. Қай кезде қолданамыз? н белгісіз артикльдерін біз зат есімнің алдына қоямыз. Жекеше тұрған зат есімнің алдына қоямыз. Саналатын зат есімнің алдына қоямыз. Мектепте еске түсірейік, зат есім деген не? Ол кім, не деген сұраққа жауап береді. Мысалы, не кітап, не қалам, кім биші, кім оқушы, әнші. Бұлар зат есім. Енді жекеше деген не? Жекеше деген ол бірақтау. Қалам, қаламдар емес, қалам. Саналатын, саналмайтын деген не? Мысалы, қантты алайық, қант ол кішкентай, ұсақ-ұсақ түйіршіктелген қант. Бір тал, қант, екі тал, қант түйіршік деп біз санамаймыз, сөйтіп айтпаймыз. Сол үшін оны біз саналмайтын зат есімнің қатарына жатқызамыз. Ол сияқты мысалы ауа, су, құм. Ендеше тағы еске түсірейік, қай кезде қолданамыз н деген белгісіз артикльдерді? Жекеше тұрған саналатын зат есімнің алдына. Енді н дегеннің айырмашылығы неде? Деген артикльді біз егерде зат есім дауыссыздан басталса қоямыз. Мысалы, пән, пән деп айтамыз. б дауыссыз дыбыс, бүк, бүк, бүк деп айтамыз. Егерде сөз дауыссыздан басталса, мысалы, apple, оның алдына біз n деген қоямыз. An apple, an orange. Алма кезек дауысты дауыссыз болып дыбыстар қатарласып тұрады. Енді белгілі артикль the дегеніміз не? Қай кезде қолданамыз? Біз оны зат есімнің алдына қоямыз. Болды. Бәрібір санала ма, саналмай ма, жекеше ма, көпше ма, бәрібір зат есім болса болды, соның алдына біз the деген артикльді қоямыз. Ал енді біз ойланамыз, екеуінің айырмашылығы неде? Қай кезде мен белгіліні қоям, қай кезде мен белгісізді қоям? Жауап атында тұр. Мысалы, егерде мен бір зат туралы, бір дүние туралы бірінші рет айтсам, сізге таныс емес деп елестетейік, сонымен әлі танысқан жоқсыз. Сонда мен белгісіз артикльді қолданамын. Белгісіз әлі сізге зат. Ал егерде мен бір рет айттым, сіз танысып алдыңыз, одан кейін мен сол зат туралы екінші рет, үшінші рет, төртінші рет айта берсем, мен белгілі артикль the-ні қолданамын. Мысал келтірейік. It's a pen. Бірінші рет айттым сізге, бірінші рет таныстырып тұрмын. It's a pen. The pen is black. The pen is good. The pen деп арғарай айта берсем, осы pen туралы мен the деген белгілі артикльді қоям, өйткені бұл таныс белгілі, мен сізге айттым, таныстырып қойдым. Сол сияқты. Белгісіз, белгілі. Тағы да өмірімізде мысал келтірсек, сыныпта көп болсаңыз, мынандай сөздер естіген шығарсыздар. Терезені аш, жап, есікті жап, есікті аш, ағылшынша. Close the windows, open the door. Байқасаңыздар, ол жерде the деген белгілі артикль тұр, Ойлан көрейікші, не үшін тұр ол жерде? Егерде мен сізге терезені аш десем, сіздер қай терезе екенін біліп тұрсыздар ғой, осы сыныптағы терезе, белгілі терезе. Терезені аш деген кезде сіз сыныптан шығып үйіңіздегі терезеңізді ашпайсыз ғой. Белгілі бір терезе, осы сыныптағы терезе. Сонда open the window, please. Белгілі терезе. Есік жапшы. Close the door. Белгілі есік, осы сыныптың есігі. Белгілі. Сондықтан сол жерде бізде белгілі артикль the тұр. Енді бір қиыншылықтары ол біздің тілімізде жоқ, қазақ тілінде артық ештеңе қоймаймыз зат есімнің алдына. Біз жай бұл кітап, бұл қалам деп айта саламыз, артық түк те жоқ. Ағылшындар олар қояды, артық артикльдерді қояды зат есімнің алдына міндетті түрде. Сондықтан бізге қиын болуы мүмкін, басында ұмыта береміз.
іштен кетпейді, тоқтайық, иә, сөйлемімізге мән берейік. Затесім тұр ма, тұрған жоқ па, тұрса қандай артикльді қоямын осы жерге, қоюым керек па, мүмкін мүлдем қою керек емес шығар, иә. Сөйтіп ойланып өзімізді дүзеп байқап қояйық жаттыққан кезде. Енді қолданысын жаттап алыңыздар шатаспайтындай. Сосын сөйлемдер құрастырыңыздар. Өз-өзіңізбен сөйлесіңіз, досыңыз болмаса, досыңыз бар болса, досыңызға звондап, хабарласып, телефонмен кездесіп, жаттығыңыз сөйлесіп, артикльдерді қойып арасына, немесе комменттің астына сөйлем құрастырсаңыздар болады, бір-біріңізбен сөйлесіп. Түрлі бар, түрлі жолдар бар жаттығудың. Ал енді егер де осы бейне, осы сабақтар басқа адамдарға тарасын, басқалар да білсін, оқысын десеңіздер, осы бейнеге лайк басыңыз, осы бейнені бөлісіңіз және де комменттер жазыңыздар. Болды, келесі көріскенше, see ya.